Реал Испания кубогінен ұшып кетті. Не дейді? 3-ші дивизиондағы клубтан. Мәссаған, 10 ойыншымен қалған 3-ші дивизион клубынан. О май гад! Бавария, сорри, өткендегі ауыр сөздерім үшін. Сен мынаның қасында ақуда екенсің. Action. 16-1 финалда олар секундда бұл өкілі Алькояноға қарсы ойында қосымша уақытта есе жібер. Тағы да айтамын, 10 ойыншымен қорғанып жүрген Алькояноға қарсы. Қазір сіздерге 3-ші дивизиондағы клубтан жеңілген адамның түрін көрсетемін. Дайын болыңдар. Ничего, это нормально. Я знаю, поэтому говорю, это нормально. Матчтан кейін Зидан. Бұл позор емес. Реал жеңгісі келеді. Бірақ мұны кей сәттерде орындай алмайды деп сұхбат бер. Бұл позор емес, сәке. Бұл полная жопа. Қандай состав болмасын, по-любому сендер оны жеңуге міндеттедіңдер. Мұны естіген Алаба ойланып, хуй с ним, Алькояноға ауысам дейтін шығар. Ладно, хуй с ним. Испания суперкубогының финалында көрдіңіздер. Солай ма? Көпшілік айтып жатыр. Билбао симулянттар недостоин деп. Бірақ нәтиже, ол нәтиже. Атлетикті және Марселиноны жеңісімен құттықтаймыз. Они молодцы! Марселино демекші, Барсаны 2-1 финалда жеңіп кеткен тарихтағы тұңғыш бапкер. Өткен жылы Валенсиямен бірге Испания кубогын иеленген болатын. Кезінде Вильяреалда жүріп Астананы тасталқан еткен маман. Трофейді қоя берші, бұл матчтағы ең маңыздысы Мессидің алаңнан қуылуы. Осыған дейін Барса үшін 753 матч өткізіп, бірде-бір қызыл қағаз алмаған болатын. Ал жалпы мансабындағы 3-ші қызыл қағаз. Алғашқы екеуін Аргентина құрамасында жүргенде алды. Цвет настроения красный. Цвет настроения красный. Цвет настроения красный. Ал финалдағы инцидент кезінде Вильялибре өтірік жылайтындай қызыл емес. Месси расымен де басынан салып қалды. Осыдан соң 2 матчқа дисквалификация алды. На, сука, получай, сука, довела меня! Ал Барса басшылығы бұл шектеу тым көп деп шағымданып отыр. Барсаның ойынша дисквалификация 0 матчқа дейін болуы тиіс. 0. В общем, Барсаның трофейсіз келе жатқанына 630 күннен асты. Енді не істейміз. Ал Италия суперкубогының финалында Ювентус Наполиді жеңіп, Крейро өз қоржына тағы бір трофейді қосты. Футбол тарихындағы үздік бомбардир атанды. Италия суперкубогын еншіледі. Финалда гол соқты. Матчтың үздік ойыншысы атанды. Роналду үшін бұл қарапайым өткен бір күн. Бұл ақпараттарды естігеннен кейін іштері қара қазандай болатын екі халық бар. Бірі әрине Барса, неліктен екендігі өздеріңізге анық. Екіншісі, іштері қара қазан болғаннан бөлек бармақтарын тістеп қалған Реал. Ронсыз тақыр жағдайы Зиданның тақыр басындай. Енді не істейміз. Айтпақшы, Роналду ресми матчтар тарихында ең көп гол соққан ойыншы. 760-шы голын соғып, Йозеф Битсанды артқа тастады. Браво, по-мужски, просто охуенно! Бітті! Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.